Мойынның ортаңғы топ бұлшықеттері. Бұл бұлшықеттер қыздар тіл асты сүйегіне бекиді. Тіл асты сүйегі дегеніміз ол біздің ағзамыздағы ең уникальды сүйек қыздар. Себебі басқа сүйектер сияқты ол ешкіммен буын жасамайды. Ол тек бұлшықеттер және де байламдар арқылы ұсталынып тұр. Осы сүйекке қатынасына қарай ортаңғы топ бұлшықеттің тіл асты сүйектен жоғары орналасқан және одан төмен орналасқан бұлшықеттер деп екі топқа бөлеміз. Назар аударайық, жоғарыда орналасқан бұлшықеттердің бірі иектен, төменгі жақ сүйегінен, біреулері самай аймағынан бастау алып тіл асты сүйегіне бекиді. Енді қараңыз, егер де бұл бұлшықеттер спазмдалып қысқарса, осы аймақты бір-біріне жақындатады. Яғни тері салбырайды, екінші иек пайда болады, төменгі жақтың сызығы жойылады. Ал төмен орналасқан бұлшықеттер қысқарса, қандай проблемалар орын алады екен? Қарайық, мәселен, тіл асты жауырын бұлшықеті. Ол тіл асты сүйегінен бастау алып, жауырынның жоғарғы жиегіне бекиді. Егер де бұл бұлшықет қысқаратын болса, сәйкесінше жауырынды жоғары көтеріп, еңсені бұзады. Яғни еңсе дұрыстығы қыздар тек қана арқа және де кеуде бұлшықеттеріне тәуелді емес. Сондай-ақ аталмыш бұлшықет қысқару барысында тіл асты сүйегін төмен тарту арқылы тіл асты сүйегіне бекіген жоғарыдағы бұлшықеттерді де төмен тартады. Жоғарыда айтылып өткен проблемаларды ушықтыратын жағдай осы. Сондай-ақ венера сақиналары осы кезде пайда болады.